Сәкен сразу дұқтан сынып қалды ғой, бір тепкен кезде сынып қалды ғой дұқтан. Хан бір тепті ғой Сәкенді, кел деп. Сразу дұқтан сынып қалды ғой Сәкен, ештеңе істей алмай қалды ғой. Белгілі ғой, түрінен ақ белгілі ғой. Содан кейін маған наезжать етіп тұрды ғой, Қанат аға мені айдап салып отырды ғой, байқадыңдар ма? Мені айдап салып отырды ғой, Қанат аға өзі. Енді кішкене удар жеп қалғаннан кейін мені айдап салып отырды ғой. Көрген жоқсыңдар ма, естіген шығарсыңдар. Оны бір тепкен кезде сразу дұқтан сынып қалды Сәкен. Белгілі ғой, түрі, выражениесінен белгілі ғой. Футболкасын таппай. Сәкен ай, үстінде футболкасын таппай қалды, ақ футболкасын. Бүйтіп қалды. Ой, ол ойлаған жоқ ол, ханның ондай екенін ше. Ханның былай несін білмеген шығар енді былай. Физически мықты екенін білмеген шығар. Мен онымен алыстым ғой, көрдіңдер ғой. Алысқан кезде мен екі көзім жеткен. Ол физически мықты екеніне да. Мен мойындап отырмын кәдімгідей бар ғой. Мен мойындадым. Мен ғой алысқан. Содан кейін Сәкен секірді ғой. Сәкенді бір тепкен кезде Сәкен футболкасын таппай ал. Үстінде футболкасын таппай ал. Содан кейін мен тарттым ғой Сәкенді. Отыр деп. Неге Сәкенге айтқам, таста араласпа. Не аласың, көтіңді қыс. Вообще араласпа деп айтқам мен Сәкенге. Өзі ғой да. Өзі ғой. Бір таяқ жеп олдым да. Мен алыстым ғой Сәкен, кіммен? Қанатаммен. Бірінші мен бастап төбелестім ғой онымен. Сол кезде мені тепті ғой, білесің ба, Сәкен сияқты. Мен тепкен кезде мен артқа қарай жылжыдым. Құлаған жоқпын бірақ. Мен секіріп барып, аяқты жағына қарай тастайын деп едім. Қанаты артқа қарай шегінді, көрдіңдер ме? Артқа қарай шегінді да, ол білді да мен аяғымды лақтыратынымды. Ол мен біледі ғой немді, стилімді біледі да ол. Аяғымды лақтыратын білді да, артқа қарай шегінді да, диван бар ғой, отыратын. Креслоның үстіне мініп кетті ғой. Сразу креслоның үстіне мініп кетті ғой, байқадыңдар ма? Сол жерде алыс тепсіп атқан кезде. Фукада қалды столбың үстіне. Охрана мен қоса мініп кетті. Мен боксқа жоқпын ғой, бауырларым. Мен сразу мойындайын, мен боксқа, андай кулачкаға мен жоқпын. Мен поэтому мен бойды ММА деп таңдадым да. ММА бар ғой, ММА. Тебу бар, ұру бар, ұстасу бар. Менің бойым ММА мен шығам мен. ММА бар ғой? ММА мен шығып қойғам мен уже. Егер мен кулачка жағынан хабарым болғанда, мен кулачканы таңдайтын едім ғой мен. Давай по кулачке төбелесейік деп ше. Ұстаспай, тепіспей деп ше. Мысалы, кімдер сияқты, басқа боецтер сияқты. Мен кулачкаға онша жоқпын, мен кулачканы көп дайындамағам. Кулачкамен күрес жағын мен дайындамағам да. Мен основной көбінесе аяқ жағын дайындағам ғой мен. Аяқты бар ғой. Мен сразу айтайын, мен кулачкаға мен онша жоқпын. Байқауста бір қолымда сілтеген болмаса, андай бір мықты бір кулачный боец емеспін да мен. Деп қалған. Тайсон сияқты. А кулачный боецтер по кулачке төбелеседі бұл жерде. Чисто по кулачке, андай ММА-мен емес, аяқпен емес, чисто по кулачкемен төбелеседі. Өйткені олар кулачкаға жақсы да. Қанатада негізі кулачкеге қатты персе бермейді, қаната кулачкеге ше. Қанатада просто бойында физически не бар, андай күш бар. Қанатаның бойында. Андай қазақтың қара домалақ балалар болады ғой, ауылдың. Қара күш дейді ғой, андай. Қара күш бар оның бойында. Бірақ мен төбелестім ғой, бірақ андай қатты бар, аса бір қиын болған жоқ қой маған. Төбелестім ғой, қиын болған жоқ. Ана жерде біз бокспен төбелескен кезде перчаткамен аяқты пайдаланған жоқпыз ғой, аяқты чисто кулачка деді да бізге. Қолмен 1 минуттық деді. Содан кейін аяқты қосқан жоқпын. Қолмен байқап көрейік деп ше. Егер аяқты қосып жіберіп мен де пайдаланатын едім да. О бейби деген ең біріншінде біз төбелескен кезде диванның үстіне мініп қашты ғой. Бас жағында ше. Ол мен аяғымды біліп алған ғой ол. Ол аяқты прямой сілтейді. Былай емес, или былай емес, ол прямой сілтейді аяғын. Былай бүйтіп тұрады да, аяқты бүйтіп бар күшімен сілтейді да, аяғын ше, былай алға қарай ше. Солай сілтейді. Оның
коронный стилі сол. Соны байқадым да мен. Аяқты былай прямой сілтейді ол. Мына жерге қарай ше. Үш жерге қарай сілтейді аяқты. Сәкен тепкен кезде көтіне отырғызып тастады ғой. Сәкен негізі ұшпайтын еді. Қасына қарай жақындады ғой Сәкен. Сәкен бар ғой. Қасына қарай жақындаған кезде аяғын тығып жіберді ғой. Қанаты ше. Алыстау болған кезде ұшпайтын еді Сәкен. Қасына жақындап барған кезде қаната білді да аяғын удармен тығып жіберді да, сөйтіп барып көтпей отырып қалды Сәкен. Сөйтіп дұқтан сынып қалды да, футболкасын таппай, орнына барып отырды ғой. Әйтеуір орын тапты әйтеуір. Ол айта бермеңдерші, оны просто мен ұяламын, айта берсеңдер ше. Ана жерде төбелесіп жатқан кезде белі байқалған жоқ ол ше. Ана жерде біз төбелесіп жатырық қой, біз кеше камерадан көрген кезде көзіміз жетіп жатыр да, біз қалай төбелесіп жатқанымыз, қалай қимылдап жатқанымыз ше. Былай ана жерде былай төбелесті ғой екеу. Мен көзім жеткен жоқ оған. Андай біздің төбелескеніміз білінбейді да. Ана камерадан кеше белгілі болды. Барлығы камерадан белгілі болды. Сәкенді конкретно ұшырды енді ше. Естен кетпейтін болды ше. Не айта берсеңдер, оны айта бермеңдер ше. Ұяламын мен айта берсеңдер ше. Просто Сәкен ұшпайтын еді. Қасына жақындады ғой. Арасы мынандай болып қалды да екеуінің. Сөйтіп хан аяғын удармен тығып жіберді да. Кәдімгідей анандай бір неге дейін ұшып кетті Сәкен. Өзі білген жоқ оны. Менің кішкентай ауру балам бар менің. Аяғы жағынан кішкене ауру да. Негізі сол үшін төбелескен едім мен ше. Кейін біле жатарсыңдар оны. Менің кішкентай бір 2 жастағы ауру, аяқ жағынан кішкене ауру менің 2 жастағы хан деген кішкентайым бар. Сол үшін бойға шыққан едім негізі ше. Мынандай керек болып та. Ақша керек болып ше. Сол үшін ғана мен төбелескен едім, рисковать еткен едім негізі ше. Барлығын сол үшін ғана жасаған едім. Сол үшін ғана мынандай ақша керек болып төбелескен едім негізінде. Ешкімнен ақша сұрамайын, ешкімге тәуелді болмайын, ешкімге алақан жаймайын. Деп сол үшін ғана мен 5 балам бар ғой менің. Енді ауру ғой, енді ауру болғанда айту керек қой, мойындау керек қой. Кейін оны балам біле ма, білмей ма, кейін біле жатар өскен кезде. Соны срочно маған аяғын емдету керек та. Сол үшін ғана негізінде. Әйтпесе мен Қанатаға бір асып тасып баратқан негативім жоқ мен. Қанатаны бір өлтірейін деп жүрген бір алмай жүрген бір өшім жоқ мен оған деген. Негізінде. Просто интернетте отырғым келген жоқ конкретно. Достар, маған ақша салыңдаршы. Маған сборға ақша жинайыншы. Сборға бір 200 теңге, 300 теңге салыңдаршы деп мен отырғым келген жоқ конкретно бар. Мен лучше 2 аяғым бар, 2 қолым бар. Төбелесейінші дедім да. Әйтпесе мен де отырсам болады. Достар, халыққа міндетім жоқ қой мен. Қарапайым халыққа міндетім жоқ та мен. Менің балам болып ше, конкретно. Ақша салыңдаршы маған. Мен балам бар еді мен. Ауру балам бар еді. Соған сборға шайықшы. 100-200 теңге салыңдаршы деп мен де отыра алатын едім ше. Просто намыс жіберген жоқ конкретно ше. Намыс бар да менде. Лучше мен бойға шығып, жеңейін, таяқ жейін, таяқ жемейін. Маған сол дұрыс деп ойладым да мен. Зато өзім еңбегім, өзімнің неммен таптым деп айта аламын да мен. Біреулер жазып қойыпты енді. Адамдар жаман негізі прикол ұстайды, халық, кейбір халық адамдар бар ғой. Бұл жер саған халаулым емес деп, өлдім айшы адам комментарийді оққан кезде ше. Бұл жер саған халаулым емес, или халаулымда отырым деп ойлап қалды ғой деймін ма, өлдім мен күлгіден ше. Жоқ, серьезно, енді өз жердің төбелесі, халаулым төбелесі емес қой өз жер деген. Өз жер деген реально біреулер жазып қойыпты, шоу ғой деп ше. Шоу ғой деп ше біреу.
Жоқ, шоу емес ол. Андай актерство ойнау қайда? Андай актерство ойнай алмайсың ғой сен. Мықты бір актер болмасаң да, голливудский актер болмасаң. Таза төбелес қой анау деген. Ана жерде қай жерін жасандылық көріп отырсыңдар. Ана жерде біреулер айтып қойып, жазып қойыпты да комментарийға. Ойбай, сценарий ғой. Сценарий жақсы шығыпты. Жоқ, сценарий емес. Онда ешқандай сценарий емес. Таза төбелес ана жерде. Сол жерде қанша адамдар болды ғой, көрді ғой. Бәрімізде шапалақ удардан жетік қой. Ол удар пропускать етпеу невозможно. Любой адам удар пропускать етеді. Конференция от болды ма? Конференция от болды. Бой. Конференцияны шоқ деп айтамыз ғой біз. Бой от болды ғой. Өйтіп жасамасақ біз брат сани боламыз ба? Біз қаната болам ба? Жабылғандай мен іштеңем жоқ қой. Мен и так мен ерекстім ғой. Мен жабылғандай не істедім мен оған. Мен онша бас жағында наезжать еттім, мен соңғы жағында кішкене не істеген жоқпын ғой, кішкене чапалақ кетті қанға, содан кейін өзім ұстадым ғой мен. Наезжать етіп төбелесе беруге де не істегім келген жоқ та. Бір жағынан обидный видеолар шығарып қойыпсыңдар, адам жүрегін ауыртып ше осы. Бір обидный видеолар шығарып қойғансыңдар ғой сендер. Кім шығарады осы сондай видеоларды? Обидный музыка қойып қоясыңдар. Бетіне шапалақ кетіп қойған несіне обидный музыка қойып қойғансыңдар. Адам жүрегін ауыртып кәдімгі ше. Жүрегім ауырып қалды менің бар ғой ше. Мен өзімді қазір жайсыз сезініп жүрмін ше. Андай бір мен кінәлі сияқты болып жүрмін кәдімгі. Сөздің ішіне керек, көзіме жас келіп кетті менің бар ғой. Хан бетіне шапалақ кетті ғой бүйтіп. Шапалақ кеткен кезде менің көзіме жас келіп кетті ше. Мен өзімді кінәлі сезініп жүрмін қазір бар ғой. Енді кішкене беті кішкене қызарды ғой беті. Менімен сөйлесіп отқан кезде де көрген шығарсыңдар, беті қызарып, кішкене көзі қызарды ғой. По-любому адам ғой ол. Адамның баласы ғой. Адамның баласы болғаннан кейін адамның по-любому адамда қорқақтық болады негізінде. Страх по-любому болады адамда. Любой адамда страх болады. Сен түнде кетіп бара жатқан кезде бір адамның артынан қараңғыдан келіп, деші, қорқып кетеді ана адам бар ғой. Майк Тайсон болса да ше. Өйткені адамның бойында Аллах тарапынан страх салынған адамның бойына негізі. Адамның бойына бар ғой. Бір қап-қараңғыда біреу кетіп бара жатады мысалға. Сен бойламаған жерден бір қап-қараңғы жерден ананы үркітіп кетеді ол. Өйткені адамның бойында бар, любой адамның бойында страх салынған Аллах тарапынан. Түсіндіңдер ма? Сол ұрған кезде кішкене андай не болып кетті да, түрі өзгеріп андай бір білесіңдер ғой енді, айтпаса да белгілі ғой.